Менің балалық шағым Семей облысы бұрынғы, қазір Абай облысы ғой. Абай ауданы Қарауыл селосының орталығы Абай ауданында өтті. Құралай деген есімімді менің әкемнің жалғыз қарындасы болды. Қастерлі деген қазақтың тұңғыш юристердің бірі, заң қызметкері болды. Соның қойған аты Құралай, Қарлығаш деп, Қарлығаш деген менің әпкем. Екеуің бір әннің ішінде жүріңдер. Құралай көз, Қарлығаш деген ән бар ғой. Сол әннің атынан қойды ғой. Жастайымызда мектеп қабырғасынан, мектеп сахнасынан бастап көріне бастадым. Ән үйреніп, маған өте үлкен шабыт берген, өнерге қарай жетелеген Абай атамыздың әндері болды ең бірінші. Ол кездерде енді слет деген болатын. Аудан арасында, совхоздардың арасында жарыстары болып тұратын. Сондайға қатысып, сахнада қазақшада, орысшада әндер айтып жүрдік. Шымкент қаласына әпкем тұрмысқа шығып, артынан көмектесем деп келіп, мен де осы жерде Шымкент музыкалық училищесіне оқуға түстім. Оны бітіргеннен кейін Әл-Фараби атындағы педагогикалық мәдениет институтына түстім. Сөйтіп хор дирижер мамандығы бойынша. Жездем Германияға алып кетті. Сөйтіп сол жерде переводчик болып, неміс тілінің маманы ғой. Жездем де, әпкем де. Алматыда инязды бітірген. Сөйтіп, сол жездем кеткенде мен әпкемнің қолына жалғыз қалмасын деп жіберді. Сонымен осы жерде Жамбыл мектебінде 9 класста оқыдым. Сол 9 класста оқып жүргенде бірінші партада отыратын жігіт, мен оны өзімнен кейінгі Қайрат деген бауырыма ұқсаттым. Сөйтіп ауылды сағынып жүрген кезім, сөйтіп көз қарасып отыратын болдық бір кездерде. Сол кейін мен ауылға жарты жыл оқып, Семейге кетіп қалдым. Сонда хат жазысып тұрдық. Содан достығымыз басталды. Сонымен сол жігітке тұрмысқа шықтым ғой осы жаққа. Құрдасым, замандасым, сырласым десек те болады. Неге десеңіздер, біз Құралай екеуміз бір жылда, сол бір уақыттарда дүниеге келгенбіз екеуміз де. 51 жылдары. Құралайды мен ең бірінші көргенім 69 жылдары мен келіп мына мәдениет институтына оқуға түстім. Сол 71 жылдары бізде осы достық деген хореографиялық ансамбль құрылды. Сол кезде Құралай, мен, әншілер, Гүлнар деген қыз болды. Ол кезде мен институттың 2-ші курсында, сонда Құралайда сол училищенің қазіргі сазы колледжінің 2-ші курсында оқып жүрдім. Ең бірінші есімде қалғаны сол. Енді одан бері қарай келіп, достық ансамбльде енді әншілердің ішінде бір ақылдысы да, бір салмақтысы да, әдемісі де, дауысы бір керемет, қай әнге болса да келе беретін осы Құралай, ең бірінші көзге түсетін осы Құралай тұғын. Құралайдың жаңағы әншілік өнері өте басым болатын. Мен оқып бітіргеннен кейін Жетісайға театрға, жаңағы техникумға жұмысқа кеттім. Достық ансамблі өзі қалды. Бір күні ойбай, не дейсің, Шымкенттен достық ансамблі келіп отыр дегеннен кейін жаңағы үлкен театрға концертке бардық. Сонда концертке барғанда бәрін енді мен де сол әжептәуір әншілікке басым бұрып жүрген кезім ғой. Бірақ маған ең бір ұрағаны осы Құралайдың айтқан біздің Ескендір ағамыздың керемет әні бар, Бозторғайым деген. Сол әнді айтқан кезде мен көзіме жас алдым бірінші рет. Әйтпесе мен де бір қаты кезде адам, мен былай көргенде жылай бермеймін. Бірақ сол Құралайдың сол кездегі айтқанына, Бозторғайымына мен еріксіз көзіме жас алдым. Осы жерге келгеннің өзінде де талай мына іс-шараларға, мына әсіресе біз мына соғыс тематикасына мен өте көп жаңағы мойын бұрып жүрдім. Біздің Құралайда осы сондай патриоттық әндерге көп айтатын. Осы мына облыстың көлеміндегі өтетін мәдени іс-шараларға ешқандай қалған емес екенбізде. Әлі ортасында келе жатырмыз. Міне қазір 70-ің 5-ін, 70-ің 6-сында алқындап қалдық. Бірақ мына көңіл құрғыр әлі жас.
облыстық халық шығармашылығы орталығына жұмысқа шақырылды. Сол жерде методисттен бастап, ең бірінші жаңа штат болмаған кезде киномеханик деген штатқа қабылдады. Одан кейін методист болдым, аға методист болдым. Одан кейін халық шығармашылық бөлімінің басшысы болдым. Ұйымдастыру бөлімінің басшысы болдым. Сөйтіп, сол жерден шығармашылық жұмыстарым басталды. Сол жерде жүріп, жаңағы өзім жергілікті композиторлардың әндерінен каталог шығардым. Бір 10 шақты композитор, оның ішінде Мұхамеджан Рүстемов ағамыз бар, Ақбосағаның авторы. Сол сияқты әр ауданнан келген әуесқой композиторлардың жинағын шығарып, сол жинақты жинақтап жатқан кезде ауылдан көптеген жаңағы сазгерлер келіп, сөйтіп, мына әнімді алыңыз, мына әнімді алыңыз дейді. Енді ойнап қарасаң, ол әндер әнге де ұқсамайды. Сөйтіп, бір күн ойландым, мына әндерден гөрі мен өзімде жазалым ғой негізі деп. Өйткені училище бітіргеннен кейін бір хатқа жауап деген Ақұштап Бақтыгерееваның сөзіне жазылған өлеңге ән жазған болатым. Оны Шымкент қаласында тұңғыш құрылған вокалды аспаптық ансамблінің құрамында өзім орындаған едім. Сол есіме түсті де, ары қарай ән жазуды бастап, Аманкүл Әлімбекова деген ақынның сөзіне «Туған жер» деген әнді жазып, бір патриоттық конкурсқа қостым. Содан әлгі конкурстан 2-ші орын алды әнім. Содан кейін өзіме деген сенім пайда болып, ары қарай жаза бердім. Одан кейін жаңа аппақ гүлдер. Алтынай, о гитара, елім аман, елге сапар деген сияқты. Сондай әндер шығара бастадым. Ауылға бара, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Кейінгі жазған әндерім «Бауырға арнау» деген ән шықты. Тараздың 80 жылдығына арнап бір ән жазып бердім. Құпия сұрақ маған, жауап таппай жүректен сырақтарам. Олардың толғасы асқар. Көз мұншақтай көлдің көркем құрағы. Махаббаттың мың бір мақам құрамы. Тағдырымның таусылмайтын сұрағы. Сені көргім келеді де тұрады. Сезімімнің болағы, қиялымның жұмағы, жүрегімнің сыры. Сені көргім келеді де тұрады. Жалпы әндердің мазмұны, мағыналы, мәнді әндер аз деп ойлаймын. Бірақ бар, жақсы әндер де бар.
бірақ анандай көп айтыла бермейтін, бір күн айтылып қалып кететін әндер көп. Оны біз талай жылдан бері айтып келе жатырмыз. Көркемдік кеңес деген болса екен деп. Білмеймін, оны ешкім қолға алып жатқан жоқ сияқты. Сол сахнаға да шығатын әндерді сол көркемдік кеңестен өткізіп шығарса, әншілеріміз сауатты болса деген біздің үмітіміз бар ғой. Табиғи талант болып, арғарата мамандықты оқып игерсең, ол өте жақсы. Бірақ бізде консерватория бітіріп, бірде-бір ән жазбаған композиторлар да бар. Немесе ән жазған, бірақ әндердің сапасы дұрыс емес, халық айтып кететін ән жазбайды. Ондайлар да бар. Сондықтан оқыған да жақсы, бірақ негізі табиғи талант болу керек адамда. Енді мен Құралай Сатмұхамбетқызын сонау 1995-94 жылдан бері танимын. Менің өнердегі ұстазым 95 жылы сол біздің ауданда бір той болып, бүгін Құралай Сатмұхамбетқызы келеді тойға деп, апайымның кәдімгідей жанып тұрған уақыты. Біз қорқып, дірілдеп, бұл кісінің алдында ән айта алмай. Сол жерде бір менің бір қабілетімді байқаған болар. Сен қыз неге ауылда жүрсің, қалаға кел деп. Өзі жаңағы үйдегі телефондар. Содан қорқып, апайға хабарласып, содан біз 1995-те үкілі үміт деген байқауға қатыстық апайдың әнімен. 96 жылы Арайда лауреат болдық қатысып, облыстық деңгейдегі байқау. 97 жылы республикалық жас қанат байқауына бардық. Осы Құралай әпкемнің өмірге сірә өкінбен айтылмаған сыр деген әндерін айтып, республикалық деңгейде көрермендер көзайымы деген орындалып келдік. Сосын апай өте қарапайым, баппен, жаймен түсіндіреді барлық нәрсені. Бір балалығымыз, шалалығымыз болған кездер болды, қазір есімізге алып күлеміз ғой. Соның барлығын өзінің қарапайымдылығымен бізді дұрыс бағдар беріп, дұрыс жолға салды деп мақтанып айталам. Осындай әпкемнің шәкірті болғаныма мақтанып айталам. Сыған серенадасы деген ән бар Шәмші ағамыздың. Осы апай айтпаса мен ондай ән бар екенін де білмеймін. Сонда бұл апайдың алдағы нені көріп тұратын қасиеті ғой, өнерді. Сол ән сенің даусыңа керемет келеді, Хадиша деп. Сол әнді 98 жылдан бері орындап келе жатырмын. Қазір бүткіл ән сапармен шығамыз. Сыған серенадасын орындаңызшы деп өтініш айтып жатады тыңдармандар. Ол да осы апайдың арқасы. Апай айтпаса мен білмеймін. Мен ол кезде кішкентайым ғой, баламын. Бала кезімнен әпкемнің жанында жүріп, әпкемнің жақсы жағын алып, небір сахналарда бірге өнер көрсеттік, әндерін орындап жүрмін. 30 жылдың ішінде мен Құралай әпкемнің бір қатты бір ашуланып, дауыс көтеріп, біреуге ренжігенін ешқашан көрген емеспін. Қашан қарасаң күліп жүреді, өте қарапайым. Осындай ұстазым бар, Аллаға мың да бір шүкір деп айталам. Апайымыздың дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Кейбіреулер жаңағы японша тәрбиелеп жатырмыз дейді баламызды. Ешкімді тыңдамайсын, тек қана өз айтқанымен жүрсін деген сияқты. Сондайлар көбейіп кетті қазір. Өзіміздің баяғы қазақы тәрбие, үлкенді сыйлау, салт дәстүрді мойындау, жақсы қасиеттерді бойына сіңірсе балаларға, өскелең ұрпаққа жақсы болар еді. Қазір үлкенді сыйлау деген сирек болып бара жатыр, қалып бара жатқан сияқты. Көшеде келе жатсаң, сенің алдыңды кесіп, оң жақпен жүрудің орнына сол жақпен жүріп, алдыңды орап кетіп жататын жастар көп. Кейбіреуіне айтам, этикет бойынша оң жақпен жүреді, тротуарда да оң жақпен жүреді деп. Оның бәрі тәрбие көрмегендік қой. Үлкен адамға жаңағы қалай болса солай сөйлей салу деген сияқты. Ондайлар бар. Сондықтан ата-аналар тәрбиелесе. Бұл өңірдің жалпы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, бауырмалдығы, қонақжайлығы
ашықтығын айт. Кездескен адаммен бірден сөйлесіп кетесің, танысып кетесің. Сол жағынан жақсы, бауырмал халқы. Өнерге деген адалдық ол сауатсыздыққа қарсы болу дер едім. Әнді сауатты айтып, сауатты жазып, анау ақшасы бар екен деп оны шығарып, мынау ақшасы бар екен деп бұны шығарып, жаңа ара жөкісін төлеп, әжептәуір болып шығарып жатады кейбіреулерді. Ол енді 1-2 жылда сахнадан жоқ болып кетеді. Сол жағынан өнерге деген адалдық болған дұрыс. Ештеңеге өнер сатылмау керек ештеңеге. Шын талантты өзінің мүмкіншілігінен, жаңа дауысынан, сауатты айтудан, диапазонынан таниды. Жай қоңыр дауыспен де шығып жатқан әншілер бар. Ең бастысы көрерменнің жүрегіне жеткізу әнді. Ән болсын, күй болсын. Мысалы біздің Жұбаныш, Мейрамбектер қоңыр дауыспен ақ халықтың көңілінен шығып жүр ғой. Ал Димашқа келсек, ол өте бөлек әлем, ол феномен деп айтамыз оны. Құралай апай туралы көп нәрсе айтуға болады. Ол кісіні ел білетін, өнер майталманы, композитор, әнші. Ол кісінің парасаттылығы, мәдениеттілігі, нағыз өнер адамы да қандай мәдениетті болу керек, сондай талаптарға жауап береді ол кісінің жалпы тұлғасы. Сонымен бірге ол кісінің жаңағы мейірімділігі, ұйымдастырғыш қабілеттері өте жоғары деңгейде. Осыдан 15 жыл уақыт бұрын болып қалды деймін, бұл кісі жаңағы ән жазып жүрген, өлең жазып жүрген жігіттерді, қыздарды, әншілерді жан-жағына топтастырып, руханият әлемі деген бірлестік құрған болатын. Қазір сол бірлестікте Бекжігіт Сердәлі, Мұқан Байбосынов, Асқар Мамырбаев деген ән жазатын, өлең жазатын жігіттер, өзімізде соның ішіндеміз. Бұндағы бірлестік құрғандағы апайдың мақсаты елдің рухын, мәдениетін көтеретін өнер иелерін бір ортаға топтастырып, олардың шығармашылығын дамыту, қарым-қатынас, тәжірибе алмасу деген сияқты. Жаңа шығармаларымызды, жаңа әндеріміз, жаңа жырларымызды ортаға салып, сараптап, талдап, бұл өнердің дамуына деген үлкен жол ашылып жатқан жағдай бар. Осы өнер адамдары, мәдениет майталмандары мемлекеттің тарапынан жоғары деңгейдегі марапаттарға ие болып жатады. Осындай жағдайда неге біздің Құралай апай сондай жоғары деңгейдегі марапаттарда назардан тыс қалып кете береді деген. Сол кезде бәріміз енді қолдау көрсетіп жатырмыз. Енді қазір болмаса да келешекте болатын шығар, үлкен марапатқа лайықты өнер майталманы ғой деген біз ортақ шешімге келген болатынбыз. Сол кезде туған өлең еді, мен оқып берейін. Ән елінің ардағы, талай жігіт арманы, ұстатпайтын ешкімге алтынымыз қолдағы, бағымыз ғой жігіттер Құралайдың болғаны, әсем саздың сұлуы, күн секілді күлуі, бар қазақтың бағы ғой оның өмір сүруі, алталашты жылытқан бір жүректің жылуы, дауысы қандай керемет, жауған нұрдай себелеп, орнына қояды әр нотаны шегелеп, Құралайы бар елге одан артық не керек, қасында кілең серілер, кербезденіп керілер, жүрегінен олардың тербеліп ән төгілер, Құралайдың әндері әлеуметтік желілер, күйге толы көңілі, сәби әннің бесігі, сазға толы өмірі, Алла берген несібі, жақсыларға әрқашан айқара ашық есігі, атақтан барлық жоғары Құралайдың есімі. Sevdiğimden bolağı, kıyalımın jumağı,
жүрегімнің сыңары сені көргім келеді деп тұрады. Осы уақытқа дейін 2 жинағым шықты. Енді қазірде жиналып қалды, 200-ге тақап қалды деймін. Бірақ соны жинақтай алмай жатырмын енді. Жинақтап шығу керек енді болашақта. 3-ші кітап шығу керек. Негізі әнші ән іздеу керек. Әнші әнді іздеп, композиторлармен байланысу керек. Осындай ән керек еді, мынандай ән керек еді деп айту керек, өтініш жасау керек. Содан кейін барып, ол композитор өзінің жаңағы сандығындағы жинақталған әндердің ішінен таңдайды ғой. Жаңағы әншінің диапазонына қарай, мінезіне қарай, болмысына қарай әндерді таңдап бере алады. Сондықтан әнші іздеген дұрыс. Жалпы жастарға ізденіңдер деп айтар едім. Ізденіңдер, жақсы репертуар таңдаңдар. Сөйтіп сауатты ән айтыңдар дер едім. Онымен қатар өнер адамы жалпы өзінен кейінгілерге үлгі ғой. Сахнада жүреді, оларға еліктейтін жастар көп болады. Сондықтан өнер адамын өзін биікте ұстау керек. Жалпы жаман нәрселерді бойына сіңірмеу керек. Халықтың айдасы ғой өнер адамы деген.